Бүгін біз 25-ші есепті шығарамыз. smp.ru сайттан. Бұл есепте бізге a және b бүтін сандар берілген. Және де біз a және b бүтін сандарын салыстыруымыз керек. Егер де a үлкен болатын болса, бізде үлкен деген. Ал егер де a кіші болатын болса, b-ден онда кіші деген. Егер де екеуі тең болатын болса, бізде тең деген символды шығару керек. Осыны біз Python тілінде жазуымыз керек. Мысалға, мына жақта мысалдар берілген. 5 және 7 бізде 7 үлкен, сол үшін осындай үлкен знак шығарылды. -7, -12, -7 үлкен, сол үшін осындай знак. 13 пен 13 тең деген знак. Енді осыны Pythonда жазып көрейік. Ол үшін мысалы біз біріншісі a тең int, яғни int дегеніміз біздегі integer бүтін санның тип данлығы. Одан кейін істейміз input. Одан кейін бізде мысалға b деп алсақ болады. b тең int input. Одан кейін шарт қойсақ болады. If егер a b-дан үлкен болатын болса, бізде үлкен деген символды шығару керек. Егер де a кіші b-дан болатын болса, онда бізде кіші деген символды шығару керек. Ал басқа жағдайда бізде тең деген символды шығару керек. Яғни біз a және b-ны жаздық, одан кейін шарт қойдық. If егер a үлкен болса, print үлкен, elif a кіші болса, және else тең болған жағдайда. Енді осыны тексеріп көрейік. Мысалға біз мысалдағыдай 5 және 7-ні алайық. 7 үлкен дұрыс. Одан кейін мысалы -7, -12, -7. Бізде -7 үлкен. Мысалға 10 тең. Енді осыны осы жаққа салып тексеріп көрейік. Бізде accept, яғни барлығы дұрыс. Және де бұны мысалы a, b input дегеннен көріп, мысалы былай да жазса болады. a және b-ны былай жаза салса болады. Өтірмен. Бұл жақта да ешқандай результат өзгермейді, барлығы дұрыс болады. Бұл жақта да осы жаққа салып көрсек, барлығы дұрыс көрсетеді. Өйткені біз ешқандай шартқа тиген жоқпыз, тек қана айнымалыларды жазылуын өзгерттік. Мысалға, бізде егер де int дегенді алып көрсек қалай болады? Тек қана inputты қалдыратын болсақ. Тексеріп көрейік, мысалы 5 тең, немесе 7 мен 8. 8 үлкен дұрыс. Мысалы 6 мен 2. 6 үлкен дұрыс. Егер де бірақ біз мысалы 9 және 10 дейтін болсақ, бізде 9-ды үлкен қылып көрсетіп тұр. Немесе 7, 555 дейтін болсақ, бізде 7-ні үлкен көрсетіп тұр. Бұл жақта қандай қате көрсетіп тұр? Неліктен қате көрсетіп тұр? Өйткені бізде бағана int болған тип данлық, енді бізде string болып тұр тип данлық. Оны білу үшін қалай көреміз? Мысалға бізде print type a және де type b деп жазатын болсақ, бізде қандай тип данлықта жазылып тұрғанын көрсетеді. Бізде бұл жағдайда тек қана мысалы 999 болатын болса, бізде 99 үлкен дейді. Яғни бізде бұл жақта не көрсетіп тұр? Бұл жақта бізде екеуі де стрингпен жазылған. Ал стрингпен жазылғандықтан осы шарттар бізде салыстырған кезде қате салыстырады. Сол үшін бізде міндетті түрде integer тип данлығына ауыстырып алуымыз керек.